Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың ана тіл сабағы 76-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Заттың қимылын білдіретін сөздер бұл заттың іс-әрекетінің қимылын білдіреді. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді деп біздер ережесін өткен болатынбыз. Әрбір заттың қимылын, іс-әрекетін білдіріп тұратын сөздер туралы жаттығулар орындаймыз. Бірінші жаттығу рөлге бөліп оқы дейді. Жау, 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 жаңбыр. Бейімбет Майлин өлеңі. Түнерген бұлт сұрланып, құйды селді себелеп, жел қосылып долданып, болды нөсер керемет. Жау, жау, жаңбыр, жау, жаңбыр, жау егіннің көгіссін. Сұлудай бұран құрақты, айдын шалқар көліссін. Өлең нөсер деген сөзге бізге түсіндірме берген екен. Нөсер қатты жауатын өткінші жаңбырды айтады екен. Жаңбыр жауарда ауа райы қалай өзгереді деп сұрайды. Жаңбыр жауғанда күн бұлттанады да, сосын барып кішкене жел тұрады, сосын жаңбыр жауады екен. Жаңбырдан қандай пайдасы бар дейді. Жаңбырдың пайдасы көп екен. Егініміз, еккен бақшамыз жақсы өсу үшін жаңбырдың арасында жауып тұрғаны біздің табиғатымызға қажет. Яғни жаңбыр құярдың алдында ең бірінші жел қосылып долданып деген сөз болды да, сосын барып жаңағы нөсер болды, нөсер керемет дейді. Нөсер деген қатты жаңбыр жауды деген мағынасында айтып тұр екен. Ендеше өлеңді мәнерлеп оқимыз, рөлге бөліп оқуға тырысамыз. Екінші жаттығуға қарайық. Мәтінді қатесін түзеп жаз дейді. Мәтінде қателер бар екен. Бұлт дегенде бұл жерде жазылмайды, артық екен. Ауа райы бұлт ортасынан ыдырады. Ауа райы бұзылды. Күн көзі бұлтқа енді. Бұл жерде де қате бар екен. Көзі дегенде г жазып қойыпты, кінің орнына. Жаңбыр дегенде м жазып қойыпты да. Жаңбыр жауды. Жаңбыр жауды ың жазылу керек. Ендеше осы қателерді түзеп, осы мәтінді көшіріп жазамыз. Бұл жаңбырға қатысты да. Бұлт ортасынан ыдырады. Бұлттар жаңағы аспандағы бұлттар көше бастайды екен де, ыдырайды. Ауа райы бұзылды. Ауа райы өзгеріп кетеді, тұрып. Күннің көзі бұлтқа енді дейді. Күннің көзі бұлттың астына қарай кіріп кетеді екен. Содан кейін барып жаңбыр жауады екен. Міне бұл жерде жаңбырға қатысты сөйлемдер екен. Қимылды білдіретін сөздер тап дейді. Бұл жерде бұлт не істеді? Бұлт ыдырады. Ауа райы не істеді? Бұзылды. Күн көзі қайда кетті? Бұлтқа енді дейді. Енді бұл жерде кірді деген мағынаны білдірді. Енді қимылды тұрған сөз. Жаңбыр жауды. Жаңбыр не істеді? Жауды. Қимылды білдіріп тұрған сөздерді таптық. Келесі тапсырма, үшінші жаттығу, берілген сызба бойынша сөйлем құра дейді. Айтылым берілген екен. Сызбаға қатысты мынадай сөйлемдер құрап қойды. Оқушылар сабаққа келді. Кімдер келді? Оқушылар келді. Қайда келді? Сабаққа келді. Мұғалім сыныпқа кірді. Кім кірді? Мұғалім кірді. Қайда кірді? Сыныпқа кірді. Мұғалім не істеді? Кірді. Оқушылар не істеді? Келді. Міне қимылды білдіретін сөздерге де, заттың атын білдіріп тұрған сөздерге де сұрақтар қойып, байланыстарын анықтадық. Келесі номер 2 жұмыс дәптерінде бізде мұхит, теңіз деген сөздерді әдемілеп жазып шығамыз. Екінші жаттығуды мына жерге түзеп әкеліп жазамыз. Және қосымша тапсырмасы бар екен. Сәйкес сөздік көп нүктенің орнына жаз дейді. Шықты, батты, жылынды, суытты деген сөздерге қатысты, бәріне бір қатысты күн деген сөзді алуға болады. Күн шықты, күн батты, күн жылынды, күн суытты деп болады. Келесі қар не істеді? Еріді. Не істеді? Еріді. Құстар не істеді? Құстар келді. Шөп не істеді? Шөп шықты. Мал төлдеді. Мал не істеді? Мал төлдеді деп сұрақ қоюымызға болады. Бұл жерде
Зат есімдер, заттың атын білдіретін сөздер тұр, соған қасына заттың қимылын білдіретін сөздерді қосып жаздық. Міне осындай тапсырмалар орындалады. Сіздерге каналда тапсырмаларды орындау түсінікті болса, каналға тіркеліп өз көмектеріңізді берулеріңізді сұраймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.